Қар қандай болады? Бірде құстар дауласады. Олар қардың қандай болатынын анықтай түседі. Олар ұшып жүріп сұрақ қояды. Қар қандай болушы еді? Алтындай жарқырап тұрады, деп жауап береді таң. Көгілдір түсті, дейді мұнтаздай таза аспан. Тастай суық, деп жауап береді үйрек, тұмсығын қанатының астына тыға түсіп. Кукареку, Жып-жылы шығар, деп жауап қатады әтеш. Жеп-жеңіл, сондай жеңіл, деп шу етеді жел. Сондай ауыр, кереметтей ауыр, деп күрсінеді ағаш бұтақтары. Күмістей әрине, деп күлімсіреді аспандағы сұлу да сымбатты ай. Жер көкті шарлаған құстар алуан түрлі жауапты естиді. Бірақ олар әр түрлі болып шығады. Балалар, қанеки, менің сұрақтарыма жауап беріңдерші. Таң қарды қандай деп айтты? Алтындай. Неге? Өйткені күн шығып, жарығын шашқанда, қар алтындай жылтырайды. Аспан қарды қандай деп айтты? Көгілдір түсті. Неге? Аспан өзі көгілдір түсті болғандықтан, қар да көгілдір болып көрінеді. Үйрек қарды қандай деп айтты? Тастай суық. Неге? Себебі жабайы үйрек табанымен қарда жүргендіктен аяғына суық өтеді. Әтеш қарды қандай деп айтты? Жып-жылы шығар. Неге? Әтеш үй құсы болғандықтан, ол қыста далаға шықпаған, сондықтан да білмейді. Жел қарды қандай деп айтты? Жеп-жеңіл, сондай жеңіл. Неге? Себебі жел соққанда қарды лезде ұшырып әкете алады. Ағаш бұтақтары не деп айтты? Сондай ауыр, кереметтей ауыр. Неге? Себебі қар ағаш бұтақтарына үйіліп жауса, ауыр болады. Ай қарды қандай деп айтты? Күмістей. Неге? Себебі айдың жарығынан қар күмістей жылтылдап тұрады. Балалар, ал сендер өздерің қалай ойлайсыңдар? Қар қандай?